Бүгін келдіңіз ба Алматыға? Кеше келдім. Кеше келдіңіз. Жаңбырлатып қарсы алыпты Алматы сізді. Мен постоянно жаңбырмен қасталып тұр осы соңғы кездері Алматыда. Неге? Ол тоже бір белгі ғой негізі. Жаңбыр деген менің әжем айтатын еді, ол нұрдың суы. Жаратушының нұры деп ше. Жалпы абсолют таза су жоқ қой, бірақ ғылымда именно жаңбыр мен қардың суы ол басқа суларға қарағанда абсолют таза болып есептеледі. Значит, бұл шынымен де нұр. Сондықтан менің ойымша, мен әр осы соңғы жиі келіп тұрамын Алматыға. Соңғы сапарларымда мен ұшақтан түскен кезде жаңбырмен қарсы алады да. Жалпы адам баласы кез келген нәрседен жақсы және жаман нәрселерді көре алады. Оның қалай көресің, сенің өзіңнің қабылдауыңа байланысты да. Дәл сол ауа райының сол күйін сен жамандыққа да жори аласың, оны жақсылыққа да жори аласың да. Мен үшін ол мені жақсы қарсы алды. Мысалға, кейбіреулер қазір бір жерге кірсең, мына күн адамның настроениесін түсіріп жатыр, көңіл күйін жаңбырлатып, басым ауырып кетті, вообще берекетім кетіп қалды деген сияқты әңгімелерді естисің да. Бұл неге байланысты? Бұл адамның санасының қабылдауына байланысты. Кез келген нәрсенен, жақсы нәрсені де жаман нәрсені де көре аласың. Және сенің өмірің, сенің оны қалай көргеніңе байланысты қалыптасады. Сондықтан мен үшін қазір нұрдың себелеп тұруы. Сіз кез келген жағдаятқа сондай жақсы көзқараспен қарайсыз. Кез келген жағдаятқа жақсы көзқараспен қараймын, жақсы қабылдаймын, жақсы белгі ретінде қабылдаймын. Және оның нәтижесімен үнемі көріп отырамын да. Өйткені мен қалай қабылдаймын, менің өмірімде сондай жақсы жаққа қарай қозғалыстар бар. Әрбір мен өзімнің клиенттеріме, менің шәкірттеріме осы салада өмірді қиындатпау, кез келген дүниенің жақсы жағын көре білу деген дүниені үйреткім келеді. Тамаша. Біздің жаңа студияға Ақтөбеден қонақ келіп отырған, бізде жақсылыққа жорайық, және хабарымызды бастайық, рұқсат болса, иә? Дайынсыз ғой? Әрине. Ал ендеше. Ассалаумағалейкум, қадірменді көрермен, жаңа сананың жаңа хабары эфирде. Бүгін біздің студиямызға ерекше қонақ келіп жайғасты. Қарсы алыңыздар. Ақтөбенің тумасы Гүлназ Төлебаева, кәсіби педагог, кәсіби экономист, кәсіби заңгер және психолог. Құдай қаласа. Кәсіби деп айтқанымыз қалай болады екен? Себебі мен заңгерлік білімді алғаныммен, біліміңіз бар, иә. Білімім бар, бірақ ол именно заңгерлік білімімді мен ешқандай қызметте қолданған жоқпын. Жеке өзіме қатысты болмаса, жалпы мен білмеймін, нақтылықты жақсы көрем. Жоғарғы білімді, жоғары біліміңіз бар. Жоғарғы білімді педагогпын, жоғарғы білімді экономистпін. Бұл екеуінде мен өзімнің мемлекеттік қызметте болған кезде мен оларды қолдандым, ал заңгерлікті мен енді ол бітіргеніммен оны мен ешқандай жаңағы кәсіби дейтіндей дәрежеде қолданған жоқпын. Тек өзімнің жеке қажеттілігіме байланысты, айналамдағы адамдардың қажеттілігіне байланысты қолданбасам, өмірде қолданбағаннан кейін кішкене дұрыс болмайды ау. Бұл тақырыпты неге мен кәсіби деп астын сызып айттым, Гүлназ ханым? Өйткені қазір студиямызға күніне сан түрлі эксперттер келеді ғой. Өзін әр саланың маманымын деп таныстырып жатады. Шын мәнісінде аттестаты жоқ эксперттер болады шынтуайтына келгенде. Соны көріп қынжыласың кейде. 25 жылдың осы сәуір айында ғой деймін, қателеспесем, ақпарат және мәдениет министрі Аида Ғалымқызына осы жайында арнайы жоба жасап, мынау болмайды, қайда бара жатырмыз біз деген ұсыныспен шығып, қазір заң жобасы талқыланып жатыр, эксперттерге қатысты түрлі саладағы. Қазір тек дәрігерлерге ғана кәсіби деген сөзді айтпайтындай халге жеттік негізі. Енді дәрігер, кәсіби емес дәрігер болмайды, бірақ әр салада кәсіби емес эксперттер өте жиілеп кетті. Сіз айтып жатсыз, жуырда психология саласын оқып жатырмын деп. Ондағы негізгі ойыңыз не? Үш бірдей жоғары дипломыңыз бар. 3 бірдей жоғарғы дипломыңыз бола тұра, неге психолог? Тағы да бір дипломды қанжығаңа байламақшысыз дейсіз ғой. Жалпы адам өмірде ешқашан білдім толдым деп айтпау керекті. Мен білімге тойдым, мен барлығын меңгердім, оқыдым, тоқыдым деген
сөз ол негізі адамның өзінің тоқтаған жерін көрсетеді. Жалпы ең бірінші алғашқы менің алған білімім ол педагогикалық білім болғанымен, негізгі менің арманым ол журналист болу болған. Кішкентай кезімнен ол журналист болу менің арманым болған. Және психология деген жалпы ондай ғылым туралы әлі ешкім біле бермейтін кездерде, мен ол кезде ауылда тұрам, сол кездерде мен кітапханадағы психологияға байланысты кітаптарды тоғысқан қызбын да. Қолымда психологияның дипломы болмаса да, мен өзімді практикующий психолог ретінде жақсы қалыптастырған адаммын. Менің қатарларым подростковый возраст, переходной возраст дегеннің не екенін түсінбей жүрген кезде мен өзімнен өзім сол кітаптарды оқып алып, переходной возрасттан оңашаланып өтіп жүрген едім. Кішкентай кезімде. Сондықтан бұл психология ол менің жаныммен, тәніммен қалаған мамандығым. Бірақ мен мемлекеттік қызметте жұмыс жасаған кезде педагогикалық білімім болды ғой ол кезде. Кейін бізде енді барлығы жаңағы көш жүре бара түзеледі дейді ғой. Біздің тәуелсіздігімізді алғаннан кейін біздің елімізде барлық нәрсе өзінің бірте-бірте рет-ретімен дұрысталып келе жатты да. Сол моменттерде мысалға біздер мемлекеттік қызметке кірген сәтте сенде педагогикалық деген квалификацияда болған жоқ госслужбада. Ол жалпы гуманитарлық деген бір салаға кіріп кетті. Мысалы, мен биология география пәнінің мұғалімімін. Мен ішкі саясат бөлімін басқардым да. Сен ішкі саясат бөлімін басқару үшін саған ол биология география пәнінің мұғалімдігі жарамайды негізінде. Қазіргі системамен, жүйемен қарайтын болсақ та, адамға мынау жалпы психологияда мынандай не бар да, қағида бар. Адамның ішінде ол болады, мен болады және менен жоғары болады деген бұл классикалық психологиядағы бар принцип. Яғни сен ол деген сен егер үнемі сенің ішіңде біреу кеңға қарай сені тартып тұратын болса, сен өзіңнің жеке пікірің болмаса, өзіңнің қалауың, өзіңнің шешімің, өзіңнің границаң болмаса, біреудің айтқанымен жүріп айдауына көнетін болсаң, сен сол ол деген дәрежеде қалып қоясың да. Демек сенде алға қарай жүру деген жоқ, сен алдыңды көрмейсің, сенде интуиция жоқ. Мен деген қалыптасса енді егер сенде ол, значит сен мен бармын, менмін деп. Ал менен жоғары деген сен алдыңды болжап білесің. Сенің интуицияң жоғары деген сөз. Значит мен госслужбада жүрген кезде педагогикалық біліммен әрі қарай госслужбада карьерный рост жасай алмайтынымды осы жерде тұрып қалған тоған сияқты ішкі саясатта отырып қалатынымды түсіндім. Себебі менің педагогикалық, соның ішінде биология, география пәнінің мұғалімі деген мамандығым менің госслужбада басқа салаларда өзімді сынап көруге келмейтінін түсіндім да. Мен экономикалықты оқыдым, экономиканы, одан кейін заңгерлікті оқыдым. Кейін енді әркімнің өзінің таңдауы, қалауы болады ғой. Жалпы мен бір жерде ұзақ отырғанды қаламайтын адамын. Әр қашан өзім бұрын жасап көрмеген нәрсені жасап көрем, істемеген нәрсені істеймін, бармаған жерге барамын. Өйткені адамның өміріне осы қадамдарды жасаған кезде ғана өзгеріс келеді. Егер сен жаңа бір нәрсені жасамайтын болсаң, қазақта айтады ғой, қалың қалай десе, шүкір, жаман емес дейді. Немесе айтады, сол күнделікті күйбең тіршілік қой дейді. Мен осы шүкір, жаман емес, күнделікті күйбең тіршілік деген дәрежеде қалғым келмейтін адаммын. Сол себептен бір күні сондай бір шешім қабылдадым, және оның басқа да себебі болды. Госслужбадан кетуге мен өзімді басқа салада сынап көру деген. Сол кезде просто мен түсіндім, что маған психология деген дипломның керек екенін да. Значит, менен жоғарым, менің интуициям осыны қалап тұр. Сен қанша жерден өмірдің институтынан өте бер, біз зайырлы құқықтық мемлекетте өмір сүріп тұрғаннан кейін сенің әрбір әрекетіңді, әрбір қадамыңды подтверждать ететін, бекітіп тұратын құжатың болу керек. Әрине. Психология ғылымы жалпы қазақ қоғамына өте қажет ғылымдардың бірі, шынтуайтына келгенде. Егер ол қажет болмаса, кезінде алаш қайраткерлері Әлихан Бөкейханов бастаған топ, мәселен оны Жүсіпбек Аймауытовқа бөліп беріп, сен осы психология деген кітап жаз деп айтпаушы еді деп ойлаймын. Десе де бізде соңғы уақыттарда осы психологияның салмағын түсіріп жібергендей күйдеміз. Өйткені екінің бірі, сөз ұстағанның екінің бірі ол өздерін психологпын деп таныстырып, түрлі жаңағы шаралар өткізіп,
мынау есіңізде бар шығар деп ойлаймын, осы 23-ші жыл ма екен, 22-ші жыл ма екен, Қазақстан ажырасудан алдыңғы орынға шықты әлем бойынша. Енді ол дабыл қағатындай жағдай. Осы тұрғының өзінде көп кісілер осы психологтарды кінәлап жатты. Сіз не дейсіз осы тақырыпта? Мен келіспеймін. Психологтарды кінәлағанға келіспеймін. Псевдопсихологтарды деп айтайықшы. Иә, солай айтсақ, ол дұрыс болатын шығар. Себебі кез келген нәрсені екі жақты қарауымыз керек. Өмірде аққа қарсы міндетті түрде қара бар. Ащыға қарсы тәтті бар деген секілді ғой. Мынандай нәрсе бар да, ешқандай психолог, кәсіби психолог өзінің клиентіне, өзінің пациентіне шешім қабылдамайды. Сол үшін шешім қабылдамайды. Және ешқандай кәсіби психолог сен үшін сенің сұрағыңның жауабын айтпайды. Өйткені сенің сұрағыңның жауабы тек қана сенің ішіңде. Психологтар ол отбасыларды, ерлі-зайыптыларды ажыратушы немесе қосушы емес. Ол просто саған сенің ішіңдегі таба алмай тұрған сұрағының жауабын өзіңе шығарып беру. Сенің жаныңмен жұмыс жасауда. Психология дегеннің сөзінің өзінің төркінін алсаң да, ол жан туралы ғылым ғой. Ол сенің жаныңмен жұмыс жасайды да. Сондықтан да бұл жерде ажырасулардың барлығын именно атап айтқанда психологтардың кінәсі деп айту, ол сыңар жақ пікір. Иә, психологтардың бар екенін мойындау керек, себебі мен былай деп айтамын ғой, қазақ десе өзімізге тиеді деген бір әдемі сөз бар да, кетпеннің басын бассаң сабың маңдайыңа тиеді дейді ғой. Но дегенмен бар ғой, қазір мен мынандай сөзді айтамын, жиі айтамын, біздің қазақ кез келген нәрсенің тізесін шығарады. Яғни қазір адамдардың тәні емес, уже тәнді, материалдық әлемді былай қойғанда адам уже өзінің жанымен арпалысып бастаған сәтте психология саласы бір бизнеске айналып кетті да. Ол үлкен ақша әкелетінін түсінген адамдар жаңағы псевдопсихологтарды дайындай бастады. Бұл жерде адамдардың өзінің ниетіне байланысты деп ойлаймын. Мысалға, психологияны 4 жыл психологияны бітіріп, дипломын алғандар, мен психологпын деп атып шығады да, ол курс өткізеді, сені психолог қылып дайындаймын деп сертификат береді. Қазақстан Республикасында ешбір сертификат, даже мемлекеттік мекемелер беретін сертификаттардың заңды күші жоқ, сені бір мамандық ретінде қалыптастыратын. Еш жерде тіркелмейді ол. Ол еш жерде тіркелмейді. Мен мысалға 25 жыл, оның 20 жыл мемлекеттік қызметте, 5 жыл саяси партияда жұмыс жасаған көзқарақты азамат ретінде айтарым. Көзқарасты адам ретінде, азамат ретінде мен айтайын да, біздер 3 жыл сайын мысалға курс оқимыз, бізге сертификат беріледі. Ол сенің просто біліктілігіңді арттыру. Сен біліктілігіңді арттырғандығыңды, немесе осындай бір курсқа қатысқандығыңды көрсететін ғана құжат. Маман ретінде дәлел емес. Мамандық ретінде мамандық бере алмайды ол. Осыны түсінбейді адамдар. Сертификатпен ешкім маман ретінде қызмет көрсетуге тиісті емес. Түсінікті, жаңа бір сөзіңізді айтып қалдыңыз, ақша көп болғаннан кейін деп. Жалпы психологияда шынымен де ақша көп пе? Мықты психологтар қандай ақша тауып отыр осы күндері? Ақша, былай деп айтайықшы, иә. Мысалға, жаңа сөзімде айттым ғой, біздің қазақ кез келген дүниенің тізесін шығарады. Тізесін шығарып, іске алғысыз қылып тастаймыз ғой, любой затты ше. Бір жақсы бір дүниені алып келе жатырса, сол жерде біреу ақша бар екенін көрсе, мына жерде ол қолынан келеді ма, ол қолынан келмейді ма, оны жасай алады ма, жасай алмайды ма, ол оның арманы ма, мақсаты ма, оған қарамаймыз, сол жерге барамыз да тапаймыз ғой, кәдімгі қазақша айтқанда. Сен бүлдіресің да. Сен білмеген затты, сен ол жерде кәсіби білімің болмаса, сен ол жерде жылдар бойғы жинаған тәжірибең болмаса, сен бүлдіресің. Сол секілді, мысалға, психологияда ақша көп деген дүние мынандай нәрсе. Бұл қазір тек психологияда емес, кез келген саланы алып қарасаң, любой жерде ақша бар. Осы жерде айналаңа қараш, тұнып тұрған ақшада, бірақ оны адамдар көрмейді. Бір адам мынандай инфобизнесте білесіз ғой, көрсе қызарлық деп айтамыз ба бұны? Көрсе қызарлық деген емес, адам өзіне не керек екенін білмеуінің салдары. Лишь бы ақша алсам. Анау ақша қандай мақсатқа, не үшін келеді? Сенің шынымен де сол жерде сенің қызығушылығың бар ма деген дүние жоқ та. Яғни қазір адамдар бір моментте рухани құндылықтан гөрі біз материалды құндылықты бірінші орынға қойдық қой. Сол моментте адамдарда не басталды? Жарысу басталды. Яғни
мен де андай болсам, анау шетелге барды, ол сенің арманың ба, арманың емес па, сол саған керек па, керек емес па. Сол жанталасып, жарысып, кредит алдық, қарыз алдық, ломбардқа бардық, әйтеуір сол шетелге біз де бардық деген секілді да. Мысалға, сенің үйіңде 3 адам ғана тұрады, сенің құрбың жаңағы байдың жігітіне, байдың баласына тұрмыс күйеуге шықты, жаңағы үлкен коттеджде тұрды, сен одан қалма, аттан қалма байталым деген бір жақсы бір сөз бар ғой қазақта. Сөйтеміз да өзіңдікі емес дүниеге жабысамыз. Бұның ақыры неге алып келді? Бұның ақыры адамдардың біріншіден қаржылық қиындыққа алып келді. Қаржылық қиындық болған жерде міндетті түрде отношение, қарым-қатынас құриды. Қарым-қатынас құрған кезде міндетті түрде денсаулыққа ол әсерін береді. Міне осы үш бүрішті проблема адамда комплекс болып қалған кезде уже адам не істей бастады? Мынау жанының тыныштығын іздей бастады. Жанының тыныштығын кім береді бізге? Жанның тыныштығын Алланың табасың ғой енді негізгі. Жалпы жанның тыныштығы ол сенің бір өзіңнің сеніміңе байланысты да. Бірақ бізге бір инструмент, бізге өткізуші керек қой. Бізді жетектеуші, жетелеуші керек. Кез келген салада проводник керек. Кез келген салада ұстаз керек. Осы кезде адам жанның тыныштығын таба алмай қайда барам деген кезде психологтар шықты. Иә, демек адам өзінің жылдар бойғы таба алмаған жанының тыныштығын, таба алмаған сұрағының жауабын алу үшін ол психологқа ақша төлеуге дайын еді. Түсіндіңіз ба? Және психологтар туралы менде тағы бір әдемі пікір бар. Жақсы бір ой бар. Айтайын ба? Ол қандай ой? Жалпы адамзат болып қалыптасқаннан бері біз белгілі бір рухани практикаларға жүгінеміз, иә? Кез келген адамның өзінің бір осындай бір рухани практикаларға, рухани әдістерге сенімі бар. Біреу мысалы жаңа балгерге барады, біреу кофемен бал аштырады, біреу имамға барып дем салдырады, біреу жынын шығартады, мысалға. Біреу нумерологияға, біреу тағы не дейміз, чакра, қазір көп қой. Неше түрлі қайсысы бірін атап, қайсысы бірін тауысарыңды білмейсің. 99 түрлі құрал бар болса, соның почти тең жартысын көрген адаммын да. Ананы да оқып көрдім, мынаны да оқып көрдім, жасап көрдім, істеп көрдім деген секілді да. Соның ішінде мен кішкентай кезімде құмалақ ашатынмын. Өзіңіз? Өзім құмалақ ашатынмын. Түс көріп түс жоритынмын да. Кейін студент кезімде карта ашатын болдым. Маған оны ешкім үйреткен жоқ. Просто өзімнен өзім бір информация келеді да, жасай беремін. Ол кезде түсінбеймін. Не үшін олар нәрселерді жасап жатқанымды да. Кейін кәдімгі анық түстер көре бастаймын, аян ала бастаймын да. Сол кезде бір нәрсені түсіндім. Жалпы бұның бары рухани практика ғой негізі. Рухани практика, духовный практика. Мысалға Құранмен дем салу бар, немесе қандай да бір энергиялармен қазір енді тренд болып тұрған энергия практикалар ғой. Соның ішінде космоэнергетика дейді, прана дейді, рейки дейді. Бұл саладан хабарыңыз бар? Бар. Оған тоқталайық тағы да, иә? Сәл шегініп тоқтаймыз. Сол кезде осылардың барлығын оқып жүріп, зерттеп жүріп, зерделеп жүріп, менің түсінгенім психология адамзат тарихындағы осындай түрлі рухани практикалардың басын тоғыстырған ғылым? Басын тоғыстырған, ғылыми негізделген өте керемет құрал. Түсіне білген адамға. Түсіне білген адамға. Бірақ оны біз арзандатып отырмыз осы күні. Осыған қандай баға бере аламыз біз? Сіз психологиялық баға бере аласыз ба? Жаңағы психологтардың көбеюі және халықтың оларға жаппай барып жатуындағы қандай баға береміз? Жалпы мен баға беру дегенді жақсы көрмеймін. Өйткені баға беру дегенде таразыға салсақ деп жатырмын да, неге психологтар қаптап кетті? Оның психологиялық тұрғыдан қандай баға деп айтамыз ба, жоқ әлде бір шешім бе? Негізі мынау ғой, психология оған жауап бере алмай ма әлде? Былай айтайықшы, жалпы мен әлі қолыма психолог деген, сен психолог мамандығын
толық меңгерген кәсіби осы жаңағы мамандықтың иесісің деген қағазды қолыма алмағаннан кейін мен қазір бір психолог ретінде бір өзімнің көзқарасымды білдіруді Қазақстан Республикасының заңнамаларына бағынатын азамат ретінде айтуым дұрыс емес деп есептеймін. Хотя ішімде бір нәрселер сайрап тұрса да, себебі тағы да айтам, біз бір жаңағы далада жүрген, ойымызға келіп жүрген нәрсені істей алатын мемлекетте тұрған жоқпыз. Біз кәдімгі өзіңнің демократиялық, зайырлы, заңға бағынатын мемлекеттің азаматтары болғаннан кейін осы қағазды мен қолыма алмай, өзімді психолог ретінде позиционирование да бермеймін деп өзімнің сондай принциптерім бар. Тамаша, осы принциптіңіз үшін мен сізді қатты құрметтеймін. Көп рахмет. Жалпы жаңа сананың өзінің бірнеше ішкі рубрикалары бар. Солардың бірі блиц сауалдар, шағын. Хабар басталмас бұрын сіз айттыңыз, осы әйел тақырыбы туралы бүгін әңгіме қозғасақ, көрген білгенім мен оққан түйгенім арқылы осы әйелдерге бәлкім үлгі болар деген жайтты айтып қалдыңыз. Сондықтан осы блиц сауалдардың ішінде осы әйелдерге қатысты тақырыптар бар. Соған кезек берсек. Хорошо, жақсы. Әйелдің энергиясы ма, әлде білімі ме? Бір сөзбен айтсаңыз. Кейіннен тоқталсақ болады. Неге? Энергиясы. Ренішті ішке сақтау ма, әлде бірден айту ма? Айту. Әйелдің басты жауы кім? Күйеуі, енесі, әлде өзінің қорқыныштары? Өзінің қорқыныштары. Сексуалдық бұл тәннің ісі ме, әлде рухтың ба? Рух. Ақша әйелге еңбекпен келе ме, әлде күймен келе ме? Күймен келеді. Бақытты әйелдің бір сөзбен сипаттамасы? Өзін бақыттымын деп сезіне алған. Бақытты екенін қалай біледі ол әйел? Оның барлығы бақыт деген ол бар ғой, оның определениесі жоқ. Бақыттың анықтамасы жоқ та, сен оны қалай қабылдайсың? Адам бақыттың бір өлшемі, бір байлықта немесе не деп айтсақ болады? Бақыттың өлшемі байлық емес. Мұқағали айтады ғой, бақыт деген не өзі деп бастады топ таласты, бірі оны түзден іздеп, бірі оны үйден іздеп, бірі түзден арасты деп. Сол айтқанда әркім бақыт деген әйелдің жанының тыныштығы ғой. Жанның тыныштығы. Әйел үшін бақыт жанның тыныштығы. Жалпы әйел өзі тыныш емес қой. Ол эмоционалды, үнемі бүйтіп жаңағы тынышсыз өмір кешетін халық негізі. Ал тынышталып қалған кезде ол әйелдік сипаттан ажырап кетпей ме? Сіз мына жерде әйелдің сыртқы сипатын айтып тұрсыз. Әйел, ол көп қабатты эмоциядан, көп қабатты энергиядан тұрады да. Оны біздің қазақ, біздің аталарымыз әйел 40 шырақты, әйел 40 жаңағы 40 жанды деп кейін өзгертіп алдық қой. Негізі әйел 40 жанды емес, 40 шырақты. Шырақ деген не ол? Шырақ деген жарық. Шырақ деген нұр. Нұр мен жарық не ол? Энергия. Значит, әйелдің энергиясы 40 қабаттан тұрады. Энергия ол эмоция. Біздің әрбір эмоциямыз энергиямыздың көрсеткіші. Енді әйел тыныш емес деген сіз сыртқы келбетін айтып жатырсыз да. Сыртынан әйел мазасыз. Анау бір қолды әйел бір қолмен әлемді, бір қолмен бесікті, бір қолмен әлемді тербетеді деп, әйел осы мен 40 жандымын, мен 40 шырақтымын деп бүкіл мына тынышсыздықты, сыртқы әлемдегі, сыртқы өміріндегі тынышсыздығын соны айтып жатырмыз да. Негізі әйелдің жанының тыныштығы деген ол мынау эмоцияларының көрсеткіші емес. Осы 40 қабаттан 40 тұратын эмоцияларының барлығы өзінің ішінде үйлесім тапқан адамның әйелдің жаны тыныш. Яғни өз орнымен осы 40 қабатты энергиясын, 40 қабатты эмоциясын өзінің өмірінде, өзінің тиісті жерінде көрсете алған әйелдің жаны тыныш. Ол ренжіген кезінде ренжи алу керек, өкпелеген кезінде өкпелеу керек, жылағысы келгенде жылау керек. Осы тақырыпта жаңа айтамыз ғой, біз сырттай бәрі керемет, бала шағасы түгел, үйі таза, жұмысы бар, күйеуі бар, бірақ іштей сөніп қалған. Ішкі жарығы сөніп қалған әйелдерді кезіктіріп жатамыз. Олар кейде өзінің жан сырын қазір біреу психологқа барса, психологқа бара алмайтындар әлеуметтік желіге жайып салып жатады кейде. Жазба арқылы азаматтар бар екен, достарымыз айтады, жаңағы әйелі өзінің эмоциясын, өзінің күйін жаңағы статусқа бір сурет салып,
оған қойған музыкамен жеткізіп жатады деген секілді дүние бар. Әйел адам қай сәтте өзін жоғалта бастайды жалпы? Ол жаңа сіз айтқан шам сияқты ғой енді. Сол шамның жарығы бірден сөніп қала ма, жоқ әлде бірте үзіле бере ме? Әйелдің жарығы жалпы әйел бірден сөнбейді. Ол ұзақ жылдарша, ұзақ уақыт. Өйткені әйелдің өзінің жаратылысы ерекше ғой. Біз неге, егер әйел мен ердің жаратылысы бір болатын болса, онда біз оларды неге ер мен әйел деп бөлеміз? Олардың әрқайсына жаратушы өзінің функциясын берген, өзінің жаратылысын берген. Бірақ әйелдің еркектен айырмашылығы да, артықшылығы да деп айтатын шығармыз. Әйел өзінен әйел адам өзінен адамды өсіріп шығарады. Бұл енді вообще ғажап қой негізі. Действительно ғажап да, ол мүмкін емес нәрсені мүмкін қылып тұр, яғни жаратушы да ол да. Значит, әйелді осы үшін құрметтеу керек қой негізі ер азаматтар. Әйел өзінің осындай бір ерекшелігін, осындай бір өзінің жаратылысының ғажаптығын, өзінің нәзіктігін, өзінің әсемдігін, өзінің әдемілігін артында тұрған, маған қорған болады деген еркекке тапсырады да, бүкіл жауапкершілігін. Бірақ үлкен үмітпен келеді. Үлкен үмітпен, үлкен сеніммен келеді. Бірақ ол сол сенім ақталмағанда, сол үміт ақталмаған кезде әйелдің ішіндегі әлгі қырық шырағы біртіндеп сөне бастайды. Оның барлығы бір күнде жабылмайды. Мысалға қараңызшы, өмірде еркектер шорт кетеді, морт сынады деп айтады ғой. Себебі еркектердің жолы біреу да. Оның энергиясы бір ағынмен, бір жолмен ағады да, былай тіп-тіке. Сосын олар шорт кетеді, бірден сынады. Сынған еркекті көтеру қиын. Ал сынған әйел қанша сынады, сонша рет тұра береді да ол. Потому что ол ішіндегі жаңа 40 қабат энергиясын, шырағын біртіндеп погасить ете береді. Жаба береді. Бір күні барып ол түсінеді. Яғни ол өзінің еріне, ол бөтен отбасынан шығып, бөтен отбасына барды ғой. Сол жерге сіңуге барады. Сол жердің тәрбиесіне көнуге барады. Сол үйге ыңғайлы болуға, сол үйдің жаңағы бір солармен бірге біте қайнасып кетуге барады. Бірақ сол барған ортасынан өзіне кері байланыс көрмеген әйел ол бірте-бірте сөне береді. Яғни ол күйеуіне, негізгі тірегі күйеуі ғой, бірақ күйеуінен жылулық көрмесе, күйеуінен қолдау көрмесе, күйеуі оны еркелете алмаса, күйеуі оның ренжігенін көрмесе, түсінбесе, ұқпаса, оны боқтаса, оны ұрса, оны соқса, оны адам ретінде алмаса, әйел кім болады? Ол просто инструментке айналады да, сол үйдің қажеттілігін өтейтін. Көп әйелдер күйеуінің инструментіне айналып кетеді. Осы жерде әйелдердің дені күйеулеріне мүлдем ашылмай қояды. Уақыт өте келе. Бұл тек реніш деп айтамыз ба, жоқ әлде дененің өз-өзін қорғау реакциясы ма? Бұл екеуі қатар жүреді. Реніш, денені қорғау реакциясы қайдан шығады? Өкпеден, реніштен, қорқыныштан, Енді надай ғой, бұл жерде күйеуді, мен мысалға еркектерді бір төмендету, немесе еркектердің рөлі жоқ, еркектер надан, еркектер топас, еркектер ақылсыз, еркектер түк түсінбейді деп айтқым келмейді. Өйткені жаңағы айтқандай әйел басқа бір тәрбиеден, басқа бір ортадан, басқа әлемнен келсе, еркек те дәл солай. Екі әлем қосылып бір әлемді құрастырады ғой негізінде. Мынау әйелдің мына еркекпен арадағы осы конфликтілері негізі әйелдің жанының шырақтарының, энергияларының біртіндеп жабылуына тек қана еркек кінәлі емес. Өйткені әңгімелесу жоқ та. Мынау марқұм Мұхтар Шаханов ағамыздың жұбайлары бар әңгімесі таусылған, ал махаббат таусылмайтын әңгіме деген керемет өлең жолдары бар ғой. Әңгімелесу жоқ болғаннан кейін түсіндіру жоқ. Мысалға әйел өзінің ренішін
не үшін өкпелеп жүр, не үшін жаңа ренжіп жүр, неге көңілі толмай тұр, нені қалап тұр, соның барлығын өзінің еріне ашық айтпаған кезде, іштен тынған кезде, ол ер адам оны көрмейді. Оның жаратылысы сол да. Сен неге ренжіп жүрсің, саған гүл әкелейін ба деген нәрсені айтпайды. Даже саған гүл алып беру үшін де әйел соны өзі жеткізіп, соны түсіндіру керек. Ал әйел неге оны айта алмайды? Мәселе осы жерде. Неге айта алмайды әйел? Өйткені оның өмірлік сценарийі бар. Ол сценарийді кім қойған? Ол сценарий, негізі өмірлік сценарийлар бізге, жалпы ол тек әйелге емес, әйел адамда емес, ер адамдар. Жалпы адамзаттың бәрінің өзінің өмірлік сценарийі бар. Және біз осы өмірлік сценарийді өзіміздің тағдырымыз деп мойынсұнғанбыз. Өмір, ақиқат, өмірді бізге Құдай береді. Өмір жалған, шын мәнісінде. Жоқ, мен келіспеймін. Былай айтайықшы, өмір сенің өмірің. Менің өмірім сенің өмірің емес. Сенің өмірің, сен үшін менің өмірім жалған шығар, мүмкін өз өмірі. Бірақ менің өмірім, ақиқатта мен өмірге келдім ғой. Мені Құдай өмірге әкелді. Мен келдім, мен білем. Менің өмірге келген күнім, ол ақиқат, бірақ мен оны білмеймін. Қашан келем, білмеймін. Өмірден кететін күнім ақиқат. Өлім ақиқат. Өмір ақиқат, өлім ақиқат. Келесің, кетесің. Басы бар, аяғы бар. Бірақ осы өмір мен өлімнің арасындағы сенің тіршілігің, біз айта беретін тағдыр, ол біздің Құдайдың бізге маңдайымызға жазғаны емес. Таңдау? Таңдау. Сен жазасың оны. Қалай жазасың? Қалай таңдайсың? Қандай шешім қабылдайсың? Осы шешімдер, осы жазылулардың барлығы бізде негізінде сол ең бірінші ата-анамыздың тарапынан келеді. Сценарийлардың алғашқы жазбалары, біздің тағдырымыздың сценарийінің алғашқы жазбаларын жазып беретін біздің ата-анамыз. Қан арқылы? Қан арқылы, әрекеттері арқылы, тәрбиесі арқылы, сөзі арқылы, әрекеті арқылы. Одан кейін орта, қоғам, теледидар, радио, подкасттар, осындай да. Бәрі біз фильтр қоймаймыз. Ата-анамыздың тарапынан кезінде бізге тәрбие болып көрінген дүниелердің барлығы бізге бұйрық болады. Және сол бұйрықтың негізінде баланың санасы ешқандай фильтр жасамай, анализ жасамай шешім қабылдайды. Сол оның өміріне айналып кетеді. Яғни, ер адамға басыңды көтеріп қарауға болмайды, ер адамға қарсы сөйлеуге болмайды. Мысалға, менің өзім әжем былай деп айтатын. Любой затты қарсы сөйлеуге болмайды, бас көтеруге болмайды деген ол сені ұрып өлтіріп жатса да, сен боғып жата бер деген сөз емес негізі. Айтып тұрмын ғой, бізде кез келген нәрсені екі жақты қарауымыз керек. Біз қалай қабылдаймыз, қалай анализ етеміз, қандай санамен біз өзімізге шешім қабылдаймыз. Мәселе сол жерде. Мен әжем былай айтатын. Үйде әкең мен ағаң бар кезде бір қилы бол дейді. Әкең мен ағаң жоқ кезде бір қилы бол дейді. Бұл жерде мен былай қабылдаймын да, әкенің жақындығы жүздеді аяқ деген сөз бар. Қазақтың, Демек, әжем менің қай жақтан қорғап тұр? Сен әкең мен ағаң келгенде үндеме, бұғып отыра берін айтса да көндеп тұрған жоқ. Етегі жеңіңді жап, ол еркек. Әкеңнің жақындығы жүздеді аяқ деген сөз айтып тұр. Мені қорғап тұр. Түсініңіз ба? Біз оны қалай қабылдаймыз? Мәселе сода. Осы қабылдаулар бізге шешім қабылдатады, ол шешім біздің өмірлік сценарийіміз жазады, өмірлік сценарий біздің тағдырымызға айналады. Өте терең тақырып, шын мәнісінде. Бірақ біз бұған жеңіл қараймыз. Әдеттегі өмірде тіпті бұл жайлы ешкім ойлап та жатпайды. Енді қазір адамдар түсініп жатыр ғой. Адамдардың санасы ашылып жатыр да. Қазір мысалы бір моменттерде адам өзіне жауапкершілік алмады. Былай қарағанда өзін құрбан етті. Болады да, саған бәрі болады. Әйелдің өзінің границасы, шекарасы болмаған кезде оған бәрі болады. Әйелді боқтауға болады, әйелді ұруға болады, оны жұмсауға болады, оны төпеуге болады да, оған не болса соны айтуға болады.
Өйткені әйел соған өзіне рұқсат беріп тұр. Өзінің границасы жоқ. Иә, и бір моментте уже сана ашыла бастады. Өйткені мынау ғаламның өзінің заңдылықтары өзгерді ғой қазір. Энергияның дәуірі деп айтып жатырмыз. Ғаламның заңдылықтары өзгерген кезде әйелдердің, жалпы адамдардың санасы ашылып бастағанда ол түсінді да. Бұған әрине психологтардың үлесі өте зор. Ол үшін рахмет айту керек оларға да. Сенің өзіңнің границаң болу керек. Сенің өзіңнің қалауың болу керек. Бірінші орында сен өзің тұру керексің деген. Бірақ оны біздің әйелдердің санасы тағда қалай қабылдайды? Мен бірінші болу керекпін деп үйіне барып, мен мысалы бір нәрсені мен үнемі айтып жүремін да. Бір кездерде психологтардың тарапынан мынандай әңгімелер болды өздерінің жаңағы клиенттеріне. Сен өзіңді жақсы көру керексің. Өзіңді жақсы көру сенің іш киіміңнен басталады деді ғой. Иә. Қымбат іш киім алып ки деді. Не істеді біздің әйелдер? Барып 50-60 мыңға іш киім алып киді. Ол не болды? Дұрыс болып кетті ма содан? Жақсы болып кетті ма? Өзгеріс болып кетті ма? Ол түсінген жоқ та. Ана психологтың айтқан әңгімесін түсінген жоқ, немесе ол терең түсіндірмеді. Қымбат деген қандай сума? Көлемі қанша қымбат деген? Немесе арзанның көлемі қанша? Нақты бір көлем жоқ қой бұл жерде. Көлем жоқ. Иә. Мысалы үшін маған 7000 теңге арзан болуы мүмкін. Бірақ саған қымбат болуы мүмкін. Значит, қымбат деген ол 70.000 теңгенің іш киімі емес шығар дәл сен үшін. Ол мүмкін 7000 теңгенікі шығар. Бәлкім 700 теңгенікі шығар. Бұл жерде бағасы емес. Бұл жерде баға емес. Сен өзіңнің, тағда қазақтың әдемі сөзіне жүгінейікші, көрпеңе қарап көсілуің керексің. Және мынандай нәрсе бар да, сен бірінші орында өзің болу керексің, өзіңді жақсы көр, сенің границаң болады, сен ешкімге өзіңе басыңнан сөз асырма деген секілді, ол барып үйіңе барып, атаңмен, енеңмен, немесе күйеуіңмен қырылыс деген сөз емес қой. Тағы да әйелдің 40 қабат энергиясына келейік. Не үшін саған 40 қабат энергияны беріп тұр Құдай? Сен соны қолдан деп тұр да. Әйелдің қулығы әлемді құтқарады негізінде. Немесе керісінше. Жалпы ер мен әйел арасындағы осы текетірес, тартыс, әлімсақтан ақыретке дейінгі ғой. Адам ата мен Хауанадан басталды. Әлі күнге дейін жалғасып жатыр. Өйткені енді өмір мынау жалған солар үшін жаратылды. Жер бетіндегі. Көбісі айтады, осы екеуінің арасындағы түсініспеушілікті көбінде шешетін бір құрал, ол төсек деп жатады. Интимді жаңағы екеуінің арасындағы қарым-қатынас. Әйтсе де осының өзінде мамандар, студияға келген мамандардың көбісі айтып жатады, неге ер жабылып қалады оған, немесе әйел жабылып қалады деген секілді. Тура жаңағы тақырып қой, бұл жерде де бірін-біріне деген жабылып қалу. Бұл жерде физиология ма жоқ, қайтадан терең энергиялық блоктар ма? Негізі әйел мен ер азаматтың төсектегі қатынасындағы проблема, мәселе, ол бір күнде пайда болмайды. Бір сұраққа жауап беріп өтейікші. Осы төсек ер мен әйелдің арасындағы түсініспеушіліктерді шеше ме? Шешеді. Себебі жаңа біз табиғатпыз. Табиғат қателесуі мүмкін емес та. Табиғат қателесуі мүмкін емес та. Ер мен әйелді жаратты ма, демек олардың бір-біріне жақындасуы, жанасуы арқылы табиғат осы түрді, биологиялық жағынан қарайтын болсақ, осы біз адам деген жаратылысты көбейтіп жатыр ғой. Сондықтан да ол сенің жаңағы табиғатыңнан берген міндетің, Құдайдың берген міндеті болғаннан кейін, бұл өте отбасында, ауызбіршілікте, отбасының құндылығын сақтауда, отбасын сақтауда, жалпыда қарым-қатынас, денсаулыққа бәріне оның атқаратын рөлі өте зор. Себебі мысалға біз енді кеңес дәуірі болсын, одан кейін өзіміздің егемендігімізді алғаннан бастап бізде жыныстық қарым-қатынас туралы әңгіме ұятты. Сексуалдық сауат жоқтың қасы. Сексуалдық сауаттылық бізде жоқ. Енді әйел мен еркек бір-біріне неге алыстайды, неге бір-біріне жабылады? Бәленің барлығы
мынау адамның бойында 7 чакра бар деп айтып жатамыз ғой. Мен айтам ғой, жалпы бәленің чакра деген энергия орталықтар. Ол бірінші чакра именно осы жыныс орталығынан басталады да. Адамның жыныс мүшесі сол жер бірінші чакра, бірінші энергия орталық болып табылады. Яғни жақсы нәрседе, жаман нәрседе сол жерден басталады. Сенің тегіңмен байланысың да сол жерден басталады. Ол ұят емес. Осы қарым-қатынас дұрыс болмаған жерде сенің өміріңнің мәні жоқ қой. Шындық қой ол. Бірақ қараңызшы, ерлі зайыптылар екеуі қосылғаннан кейін тағы да осы жерде өмірлік сценарий қатты рөл атқарады. Көп әйелдер жыныстық қатынасқа түсуді өзінің ерімен, бұл менің әйелдік міндетім деп қарайды. Мен міндеттімін. Ол сол күні қалап тұрма, қалап тұрған жоқ па, күйеу қалап тұрма, болды, берілу керек деген секілді. Оның тәнінің сол қалауы болмаған кезде ол ашылмайды. Ал әйел адам неге қаламауы мүмкін? Біріншіден, әйелдің отбасындағы жүктемелерінің өте көп болуы. Күні ұзағына ол үйді да жинайды, баланы да қарайды, кірді да жуады, жұмысты да істейді, дүкенге де барады да. Тамағын істейді. Тамағын істейді. Міндет көп қой. Дәл осы міндетті екеуі ара бөлісуге де болады негізінде. Еш жерде жазылып тұрған жоқ ол. Мынау әйелдің міндеті, мынау еркектің міндеті деген секілді. Сол әйел канализацияның шаруасын да істей береді негізінде. Физикалық денесі шаршап тұрған әйел түнде төсекке жатқанда ерімен қатынасқа түскісі келе ма? Түскісі келмейді. Ол бірінші себеп болуы мүмкін. Екінші себеп, ер адамдар әйеліне ішіп келіп жақындады дейік. Әйелде не пайда болады тағы? Жиіркеніш, раздражение тағы жабылады. Ондай себептер өте көп. Немесе жаңа кілт ауыр сөз айтып қалуы мүмкін, жаңа боғауыз сөз айтып қалуы мүмкін. Ұрып жіберу. Мысалға, саған күндіз сені боқтауға болады, күндіз сені ұруға болады, түнде менің қасымда жатуыңа болады. Әйел бірте жабыла береді. Бұл әйелдің еріне деген тек қана бір махаббатының суы емес. Ол тән жағынан да онда блок пайда болады, энергетикалық тұрғыдан. Және соның мамандардың айтуы ғой енді. Түбі түрлі ауру сырқауға. Өйткені әйел егер өзінің ерінен тиісті ләззатын ала алмаса, ол оған жақындаған кезде үнемі раздражение болатын болса, қарсылық болатын болса, былай қарағанда отбасылық зорлық-зомбылық дейді ғой. Әйел қаламаған кездегі еркектің әрекеті ол зорлық болып есептеледі. Яғни обоюдно болу керек бұл жерде. Сол кезде ол әйел уже бірте жабылып, әйелдегі мынау женской частегі онкологияның барлығы осы еріне деген ашыла алмау, еріне деген өкпе, реніш, іштегі қатып қалған жара ғой. Қозғайсын қатып қалған іштің дертін деген сияқты. Күні кеше дәрігер білікті маман Жадыра Нұрмұханқызымен осы жерде сұхбат болды. Сол айтып жатыр, Қазақстан жатыр мойны қатерлі ісігінен жаһанда одан да алдыңғы қатарға шығыппыз. Дәл осы әйел азаматтардың өлім жітімінің көбеюі Қазақстанда жиі кездесетін жайт екен. Бұл енді көп адам біле бермейтін және көп насихатталмайтын тақырыптардың бірі деп ойлаймын. Мен естігенде таң қалдым, шынымен де осындай ма? Өкінішті, өте өкінішті, өте қорқынышты. Әйел жоғалды деген сөз, әйелдің жоғалуы ұлттың жоғалуы ғой. Мысалы, осы жерде ер азаматтар кішкене ойлану керек деп ойлаймын да. Жаңағы барлық жауапкершілікті, үйдің өлім жітімін, не только материалдық және адамның рухани қажеттіліктерінің барлығын әйелдің мойнына артып қою, міне осы жерде ер азаматтар кішкене ойлану керек деп ойлаймын. Себебі былай ғой, мысалға әйел өзінің ерінен қашатын болса, оған не үндемей қалып, немесе қатты сөйлеп, немесе ұрысатын болса, демек мәселе әйелде емес қой.
немесе әйел оны жек көргендей емес. Бұндай жағдайда әйел еріне көңіл бөлмей кетсе, одан қашып жүрсе, оның ұйықтап қалғанын күтіп жүретін болса, ер адамдардың ренжімесін маған әрине, санасының соншалықты төмендігі, ол әйелін сенің біреуің бар. Сен басқа адамды тапқансың деген сияқты кінәлайды. Тек ер адам емес, қоғам солай кінәлайды. Әйелдің жарқырап жарыққа шыққаны қоғам үшін тұрпайы да. Мына қатын құтырып кетіпті ғой. Настроение біреуді тапқан ғой деген сияқты ше. Көбі деп айта алмаймыз әрине. Бұл жерде бұл бір тақырыптан бір тақырыпқа ауытқандай боламыз десе де, қоғамдағы осы ер мен әйел арасындағы кикілжіңдер, түсініспеушілік көп жиі насихатталып жатыр соңғы жылдары. Және соның салдары да болса керек, бәлкім бойдақтардың да қатары күрт артып бара жатыр. Мен байқаймын, неге үйленбей жүрсің немесе неге тұрмысқа шықпай жүрсің десе, жаңағыдай осындай блоктар әзірден пайда бола бастады. Ертең мен үйленген кезде мынандай болса, немесе ертең мен тұрмысқа шыққан кезде мынандай жағдай болса деген әңгімелерді жиі естіп жатамыз. Бұл сол ұлттың ертең үшін алаңдататындай жайт. Әрине, өте алаңдатады. Қазір жастар шынымен де отбасын құруға асықпайды. Біріншіден, екіншіден, тіпті отбасын құрғанның өзінде олар бір-бірімен жаңағы неге келмейді, түсіністікке келмейді. Әркім өзіндікінде тұрады. Бұл жерде тоже мынау терең психологиялық жұмыстар ғой. Жаңағы мен айтқан қыз баланың 30-40-қа келгенше күйеуге шықпауы, жігіттердің әйел алмауы да, үйленбеуі, бұның барлығы сол жаңағы оның түбі негізінде өмірлік сценарийде жатыр. Үйінде анасы құрметтелмеген, үйінде анасы сыйланбаған, үйінде анасы қорлық көрген қыз бала не күйеуге шыққан кезде анасының сценарийін қайталайды, не өмір бойы күйеуге шықпай жүреді таңдап. Бұл жазылмаған заңдылық. Ол адамның подсознаниясындағы тұрған нәрсе ғой. Мынау санасыздық, былай айтайыншы, санасыз десе біз ренжиміз ғой. Негізі санасыз дегенге ренжімеу керек та. Өйткені біздің өміріміз, біз 5% санадан 95% санасыздықтан тұрамыз. Және сол саналылықты біз іздейміз. Сол саналылықты іздейміз. Сол мынау 95% санасыздығымызбен 5% саналылығымыз бір-бірімен дос болу керек та. Десе де біз осы жақсы әйел синдромы деген бір синдромды айтып жатады мамандар. Оның түп төркіні неде? Жақсы болып көріну, мәселен, жақсы жар болып көріну, жақсы ана болып көріну, қоғамға өзін жақсы көрсету десе де оның ішкі халі басқа дүниені сайрап жатуы әбден мүмкін. Сол жаңағы айналып келгенде өмірлік сценарий, ата-ананың тарапынан алған бұйрықтар. Яғни сенің жақсы болып көрінуің, жақсы әйел, жақсы мама, жақсы қыз, жақсы келін, жақсы қызметкер деген секілді да. Сен өзіңнің қалауың емес, сен сыртқа, сол ішкі жан дүниеңде быт-шыт болып жатыр. Қазақ оны былай деп айтады: сырты бүтін, іші түтін дейді. Сенің мынау позитивный энергияда жүрсең, позитивный болсаң, саған бәрі күшті болады дегенді естіп алғандар, іші быт-шыт болып жатса, сыртқа шығып деп күліп жүреді да. Менің бір клиентім болған, мен позитивный энергияда жүрем дейді. Ол қандай сонда позитивный энергия деген сен үшін десем, айтады: мен адамдардың бәріне күліп қараймын дейді. Ал ішің ше деймін. Ішің күліп жатыр ма? Позитивный энергия деген болмайды. Энергия ол таза, тірі, табиғи да. Бір ғана күйде болады. Ал ол энергияның қандай күйде тербелетіні вот саған байланысты. Түсінікті ғой? Мына бір линия болса, мына линияның, мына бір сәуле деп алайықшы, геометриялық сәуле дейік. Сәуленің бірінші нүктесі. Бірінші нүктесі сенің энергияң болса, бір түзудің бойында энергия қозғалып тұра бермейді. Ол энергия мына сәуленің жоғарғы және төменгі жағында тербеледі. Қалай тербеледі? Сенің ниетіңе байланысты. Энергия лас болмайды, таза болмайды, жақсы жаман болмайды. Энергия таза, тірі, табиғи болады.
саналы болады, естиді, түсінеді. Просто сен оны қалай бағыттайсың, ниетіңе қарай. Значит, сенің өміріңде бір нәрсе дұрыс емес па? Демек, сенің ниетің дұрыс емес. Ниет туралы айтып жатырмыз десе де, қаражаттың әсері қандай? Мәселен, әйелдің ішкі күйіне ақша қалай әсер етеді? Көбісі ер азаматтардың айтатын әңгімесі ғой. Ақша болса, алтын алып бердім, шетелге шығарып бердім, сонымен бұл тыныш деген. Шынымен де тынши ма жалпы? Ақша бұл сенің ішкі күйіңнің материалдық көрінісі. Қалай әсер етеді? Сенің қолыңда қанша ақшаң бар? Сенің ішкі состояниең сондай да. Кез келген нәрсенің бір материалдық көрінісі бар ғой. Мысалы, сен көлік алуды армандадың. Арман сенің арманың да ол. Сосын мақсат еттің, сосын ниет еттің. Арманың ол сен егер сол машинаны сен алмасаң, көлікті алмасаң, сенің арманың сол күйінде қалып қояды, арман күйінде қалып қояды. Ал сен оны машинаны, көлікті қолыңа ұстаған кезде ол уже материализацияланады, иә? Сол сияқты мынау ақша деген, бүйтіп айтайыншы, сенің ішкі күйіңнің материалдық көрінісі. Значит, ақша қайда келеді? Қалай келеді? Сенің күйіңе келеді, состояниеңе, ішкі күйіңе, көңілдің күйіне. Енді елмен байланыстырсақ осы жерде, көбісі ақшаны тек еңбекпен байланыстырып жатады. Бірақ әйелдің ішкі өкпе реніші, оның қаржылық жағына немесе күйеуінің табысына қалай әсер етіп отыр? Еңбек деген не? Әрекет па? Иә. Енді былай айтайық. Жаңа мен айттым, энергия ол бір күйде болады. Сосын сенің ниетіңе қарай энергия тербеледі. Не жоғарғы вибрацияда, не төменгі вибрацияда. Ниет деген сенің күйің, сенің қалауың. Дұрыс па? Енді ниетің бар екен, энергияң бар. Энергия болмауы мүмкін емес. Энергияны Құдай берді саған. И нәтижені Құдай береді. Мынаны берді, нәтижені береді. Түсіндік па? Енді осы энергия мен нәтиженің арасында сенің жасайтын қадамдарың бар. Ол бірінші сенің ниетің. Яғни, мынау энергия сенің ниетіңе қарай тербеледі. Ал ниет сенің күйіңде тұр. Егер сенің күйің онша емес болса, сенің энергияң онша емес, төменгі вибрацияда тербеледі. Сен өкпелеп жүресің, ренжіп жүресің, барлығы кінәлі, сен жертвасың да. Бәрін кінәлап жатырсың. Сен ештеңе кінәлі емессің. Сенің бақытсыз болуыңа күйеуің кінәлі, сенің ақша таба алмауыңа, кезінде дұрыс оқытпаған, қалаған оқуыңды оқытпаған мамаң, папаң кінәлі деген секілді да. Жұмыстан шығып кетсең, бастығың кінәлі. Я болмаса әріптесің сені жамандай салды деген секілді. Мына жерде тербеліп жүрген кезіңде сенің қабылдайтын шешімің, мына ниетің онша емес қой. Күйіңе байланысты. Сенің қабылдайтын шешімің қандай болады? Онша бола ма? Онша болмайды. Сен шешімін қалайда бір жаңағы шешімін күйеуің ақша келу үшін күйеуіңе ұрыс шығару деген сияқты элементарно бытовуханы айтайықшы. Мен бүгін айқай шығарып күйеуіме ақша келдіртуім керек деген секілді да. Шешімің сол болып тұр. Әрекетің не болады? Айқай бола ма? Ұрыс керіс қой үйдегі. Демек әсер етеді тікелей. Енді, значит, сенің ниетің сенің шешіміңді қабылдаттырады. Шешімің әрекетің жасатады. Әрекетің ұрыс керіс болса, сенің алатын нәтижең не ол? Күйеуің ақша келе ма? Бір ай келеді, 2 ай келеді. Содан кейін не істейді? Маған бұндай қатынның не керегі бар? Үйге келгенде тыныштық жоқ. Значит, энергияны біз мынау ниетімізді түзетіп алған кезде ғана барып энергия жоғарғы вибрацияда тербеледі. Сенің шешімің дұрыс болады сол кезде, әрекетің де дұрыс болады. Демек, сенің шешімің дұрыс болмай, ниетің дұрыс болмай, шешімің дұрыс болмай, әрекетің дұрыс болмай тұрған кезде сенің ішкі күйің дұрыс бола ма? Кері кетеді. Кері кетеді. Сенде ақша болмайды. Сенде денсаулық та болмайды, сенде отношения да болмайды. Бұл терең тақырып, өзі бірнеше сағаттық ретритке сұранып тұрғандай тақырып екен, иә? Шын мәнісінде. Бір әйелдер бар, өзінің ортасында өшіп қалады. Мәселен, басқа ортаға барса, немесе басқа адамның жанында ол жанданып, жаңарып, жарқырап шыға келеді. Бұл сатқындық деп айтамыз ба,
сол ортаға деген, сол ерге деген немесе бұл ішкі жанның бір айқайы ма? Мынандай сұрақ қойып отырсыз ау деймін, мысалға өзінің ерінің алдында басылып жүреді да бір басқа бір ер адам азаматтың алдында ашылып кетуі мүмкін деген сияқты ма? Ол мынадай ғой, мен бір айтқан әңгімем бар еді, бір мезгілде бірнеше адамды қатар сүюге бола ма, бір мезгілде бірнеше адамға деген махаббат ашылуы мүмкін бе деген секілді ше. Негізінде мүмкін. Әйел адам бір мезгілде бірнеше еркекке ғашық болуы мүмкін. Не үшін айтайын ба? Бұл оның жаңағы ерлі зайыптылық тарихынан басталмайды. Ол өзінің кішкентай бала күнінен басталады. Егер ол отбасында, қыз кішкентай бүлдіршін отбасында өзінің әкесінен өзінің қалағандай қамқорлықты, мейірімді тәрбиені көрмесе, ол өзінің әкесінің анасын қалай қорлағанын көрсе, одан кейін ағасының тарапынан да сондай бір дискриминация дейміз ғой, қысымдар, әлімжеттік көретін болса, әйел адам, ол қыз өсіп бойжетіп күйеуге шыққан кезде жалпы ер азаматтардан өзінің үйінде, отбасында, өзінің ұясында көрмеген дүниелерді аңсайды. Соны көргісі келеді. Мысалға, идеальный нәрсе жоқ қой, бағана айтқандай абсолют таза су жоқ деген секілді, бір еркектің бойы тұнып тұрған сол жаңағы сенің қалағаның болуы мүмкін емес та. Мысалға, бір ер азамат, например, бір қызметте жүрген кезде, коллективте дейік та, ұжымда бір үлкен кісі оған бір қызы сияқты қамқорлық жасауы мүмкін. Немесе қарындасы сияқты. Ол қыз бала ондайды көрмеген болатын болса, өзінің отбасында, ол адамға деген симпатиясы ашылады. Сезім. Яғни іштегі бостықты толтырады. Іштегі бостықты толтырады. Бір нәрсе айтайыншы. Нешінші класста жүрген екен есімде жоқ, қазақ тілі әдебиетінен олимпиадаға бардым, аудандық деңгейге. Қасымда менен бір класс төмен оқитын қыз болды. Сол қыздың әкесінің ағасының үйіне бардық. Кешкілік ет асты. Қазақпыз ғой енді. Анау кісі врач. Интеллигентный отбасы, интеллигентный адам екені, білімі, барлығы көрініп тұр. Ана бала шағасымен отношениесі, әйелімен отношениесі да күшті да, андай күшті, маған қатты триггерт етті ол. Әйелімен де қалжыңдап отыр, балдарымен де, бізбен де қалжыңдап отыр да ана кісі. Әңгімесінің бәрі сауатты сондай. Осы нәрсе мені қатты триггерт етті. Шіркін, менің әкем осындай болса ғой. Менің әкем қарапайым электрик. Мен отбасымда ондай нәрсе жоқ. Сол нәрсе менде жазылып қалды да. Сондай адамды іздедіңіз ба? Сондай адам болса екен. Менде андай не болған? Менің күйеуім білімі жағынан да, сауаты жағынан да, санасы жағынан да менен жоғары болу керек. Маған ақыл айту керек деп ше. Бұл не? Менің просто әкемнен өзімнің ала алмағаным. Бірақ мен әкем сияқты жігітке күйеуге шықтым. Мен анамның сценарийін қайталадым. Яғни сіздің сценарийіңіз жұмыс істемеді. Менің қалауым жұмыс жасамай қалды. Менің анамның сценарийі доминантты болып кетті. Анамның сценарийі жұмыс істеп кетті. Өйткені мен өзімді сондай еркекке лайықсыз санадым. Өйткені менде ол кезде ақша болмаған. Яғни оғанда байланысты дейсіз ғой. Әрине. Бір жағынан. Мысалға, сен өзіңнің қалауыңды нақты қоя білсең, және өзіңе рұқсат берсең ғана, сен сол нәрсеге қол жеткізесің. Қалауың басқа, бірақ рұқсатың жоқ болса ішіңде. Қазір адамдар ақша тапқысы келеді, ақша табу қалауы, бірақ ішінде рұқсат жоқ. Яғни рұқсат беру керек дейсіз ғой кей жерлерде. Кей жерлер емес. Қалауың бар ма? Рұқсат беру керексің. Қалауың бар, рұқсатың болмаса, сен ол нәтижені алмайсың. Значит, мен әкемнің жаңағы жоғарғы білімді болмағаны үшін, оның интеллигентный болмағаны үшін, менде бір сондай бір ішімде бір апан болды мынандай. Апан, соны толтыру деген нәрсе болды да. Оны қалай толтырдыңыз?
санамды өсірдім. Бір күні мынандай сұрақ келді. Тағы да айтам, әрбір адамның сұрағының жауабы тек қана өзінің ішінде. Сенің сұрағының жауабын мен білмеймін. Бір күні менде мындай сұрақ келді. Мен күштімін ғой. Менің 3 жоғарғы білімім бар. Мектепті күшті бітірдім. Барлық универлерді с отличием бітірдім. Мен бастық болдым да, госслужбада істедім. Мен жаңағы адамдардың алдында еркін сөйлеймін, ойымды жақсы жеткізе алам, анализ жасай алам да. Кімнен шықтың? Егер сенің әкең, сенің шешең түкке тұрғысыз, ештеңеге алғысыз болса, сен қайдан шықтың деген сұрақты қойдым да өзіме. Мойындау деген дүние бар. Мойындау өте қиын. Адам өзіне сұрақ қойған кезде, адамның өмірінде неге өзгеріс болмайтынын айтайын ба? Адам өзіне сұрақ қояды ғой. Сол кезде ең бірінші келген жауап бар. Сол жауапты қабылдамайды. Сол жауапты мойындамайды. Оны өзгертеді. Өйткені ол жауап оған ұнамайды да. Өйткені ол сенің шындығың ғой. Мойындамайды. Сен ішінен сұрақ келеді. Сен кімсің? Мысалға да. Например, мен неге көп ақша таба алмай жатырмын? Жалқаусың деген жауап келеді ішіңнен. Сосын сен өзіңді ол жауапты ақтап аласың, өзгертіп тастайсың. Жоқ, мен деген үйтіп жатырмын ғой, мен бүйтіп жатырмын ғой. Сен ана жалқаусың деген жауапты өзіңе қабылдамағанда, мойындамағанда сенің өміріңе өзгеріс келмейді. Өйткені мойындалмаған нәрсе ешқашан емделмейді, исцеление алмайды. Келесі сұрағымның жауабы болды деп ойлаймын. Бәлкім толықтырарсыз. Әйел адам өзін жоғалтқан шынығудан қалай шығады деген бір сұрақ қойғым келген. Өзін қайта табу үшін қандай қадамдарды жүріп өтуі керек, қадамдарға бару керек? Өзінің күйімен жұмыс жасау керек. Әйелдің күйі ол өте маңызды. Әйелдің күйі реттелген кезде отбасындағы бүкіл мәселе шешіледі. Қазақтың тағы бір әдемі мақалын айтқым келеді. Еркек бас, әйел мойын деген. Бұл жерде ер азамдар еркек бас дегенді мен басып тұру керекпін, мен басшымын, мен жаңағы біріншімін деген нәрсе емес. Мойын ол сенің бағанағы 40 қабат энергияңмен, эмоцияңмен басқарылатын да. Значит, надайда әйел осы күйін өзінің реттеген кезде күйеуімен төсектегі қарым-қатынасы да, жалпы өмірдегі қарым-қатынасы да, айналасымен де, өзімен де, бәрімен де қарым-қатынасы өзінің орнына түседі. Әйелдің күйі отбасында өте маңызды. Әйелдің күйі отбасында дұрыс болған кезде, оның қызы бақытты, оның ұлы бақытты, оның отбасылық қарым-қатынасы бақытты. Барлық нәрсе әйелдің күйіне келіп тіреліп тұр. Мойын ғой әйел. Демек, еркектің күйінде өзгертіп жібереді. Қатты өзгертеді. Білесіз ба, адамдар жылдар бойы еркегін өзгертемін деп тыраштанады, жанталасады да. Өзін естімейді әйел. Әйелдің кінәсі осы жерде. Өзін естімейді. Не үшін ренжіп жүр? Ана ішіндегі тұнып қалған реніш қаяқтан шықты әйелдің. Неге ренжіп жүр? Неге кешіре алмай жүр? Неге өкпелеп жүр? Неге жабылып қалды? Өйткені әйел анау еркегін өзі қалағандай етіп істей алмаған, өзінің күйіне ренжіп жүр. Ол күйіне ренжіп жүрген жоқ. Өзіне. Осыдан бір ай бұрын шамасында Руслан Ахметов есімді азаматпен, рухани практик екен ол кісі, сұхбат болған. Сонда ол кісі айтады, әйел азамат қандай да бір зорлық зомбылық көрсе, ер азаматтан оның өзі кінәлі дейді. Мен де қосылам ол пікірге. Бірақ ол өте әйел азаматтардың тарапынан тепкі көрді. Сіз неге өйтіп айтасыз? Біз жаңағы жамандық көргенімізге өзіміз кінәліміз ба деп, сіздің жаңа айтқан сөзіңізден сіздің осы қосылатыныңызды аңғарып отырмын. Енді бұны әйел азаматтың аузынан есту күттірмеген жайт, неге шынтуайтында. Бұл қазақтың сөзі ғой, сіз айтып отырған мойынмен бастың әңгімесінен дәлелін сол арқылы айтып отырсыз. Керемет. Жалпы бұл білім жиған тергеніңіз енді сіздің өмірдегі, оны әрмен қарай насихаттау жолында қандай істер атқарып жатсыз қазіргі таңда? Бір ғана подкастпен шектелмеу керек деп ойлаймын. Әрине, мен негізі
айтады ғой, әрбір адамның өзі өмірге келген кезде Құдай оған өзінің бір миссиясын береді деп. Адамда жалпы ниет деген нәрсені мен үнемі айтып жүремін да. Ниет ол өте маңызды. Сенің бүкіл өміріңді құрастыратын, сенің өміріңді қай бағытқа қарай ағатынын қалыптастыратын ең бірінші баспалдағың ол сенің ниетің. Осы ниет дұрыс болған кезде сенде шешім де дұрыс болады, сенде әрекет те дұрыс болады, және әр адам өзінің ниетіне байланысты Құдайдан нәтижені алады. Енді менің миссиям, жалпы айттым ғой, әлемде 99 инструмент бар болатын болса, соның әр қайсын көру керек деп ше. Сол біразын көргенмін ғой. Сонда жалпы мен өзімді талдап, өзімді зерделеп көрген кезде менің миссиям ол рухани жетекшілік ету. Адамдардың көзін ашу, адамдардың санасын ашу. Бұл менің миссиям да, бұл менің жаныма рахат сыйлайды. Мен әйелдермен сөйлескен кезде, олардың түсінігін келтірген кезде, олардың түйсігінің ашылуына себепкер болған кезімде менің жаным рахаттанады. Бұл менің миссиям, бұл менің бірінші ниетім. Мынау адамдардың басындағы шектеулерді алып тастау, қорқыныштарды алып тастау, үрейді алып тастау, әлде бір практиканың, әлде бір ұйымның, я болмаса қандай да бір пікірдің эгрегорынан шығару менің мақсатым. Өмірде қорқыныш деген еш нәрсе жоқ. Қорқыныш деген дүние жоқ. Ауру деген де жоқ. Оның барлығы біздің соларға қарым қатынасымызда жатыр. Осы дүниелерді, мына бастағы осы шектеулерді сейілткен кезде тұманың ашылады да. Адамдардың барлығы қазір, тем более әйелдердің барлығы бір тұманның ішінде жүр. Алыстан бір жарқырап көрінетін маяк бар. Сол маякқа жете алмай жатырмыз да. Ол не? Мына тұман. Ол сенің қорқынышың, ол сенің үрейің, ол сенің эгрегорың, ол сенің сценарийің. Ол сенің ренішің, ол сенің айқайың, шуың, я? Анау маякқа жеткен кезде жету үшін саған мына тұман сейілу керек. Ал менің мақсатым осы тұманды сейілту. Ал ол тұманды сейілту үшін әйелдің ішкі күйі реттелу керек. Ішкі күйі реттелген кезде бұл тұман, әйелдің басындағы тұман бір отбасын тұмандап тұр негізі. Және сол отбасыдан құралатын қоғам. Иә, және сол отбасынан құралатын қоғам тұманданып тұр. Барлық кілт қазір. Құдай кілтті әйелдің қолына беріп қойған ғой. Жұмақтың кілті анаңның табанының астында дегенде бекер сөз емес негізінде. Жұмақ деген не ол? Тозақ деген не? Сенің қалай қабылдауың, өмірді қалай көруің. Бір әңгімені айтайын. Бір адам жұмаққа түскен екен. Келе жатса жұмақта барлығы бар. Қандай әдемі табиғат, сылдыраған су, хордың қыздары деген секілді. Ой, рахаттанып тамсанып келе жатса, алдында бір есік тұр екен. Ол тозақтың есігі екен. Адамбыз ғой. Қызығушылық, ананы көрсем бола ма дейді. Көре ғой дейді. Ашса, дәл сондай табиғат. Дәл сондай керемет, ғажап. Бірақ адамдары бір-біріне ренжіген, бір-біріне ұрысқан, төбелескен, жертва да. Бұдан не қандай түйін шығаруға болады? Сенің мына ғаламды, мына вселенныйды, мына әлемді, сенің өмірді қалай қабылдауың? О дүниедегі жұмақ пен тозақ маңызды емес. Сенің жұмағың мен тозағың дәл осы сәтте. Осыған байланысты мен әйел күйі деген ретрит өткізуді жоспарлап отырмын. Әйелдерге арналған. Өйткені жаңа айтып кеттім ғой, әйелдің күйін реттемей, отбасыда реттелмейді, қоғамда реттелмейді. Ол қайда өтеді? Жоспарым бойынша Алматы қаласында. Оған қатысудың шарттары бар ма, қандай да бар? Қатысудың енді шарттарын кейін сәл кейінірек өзімнің әлеуметтік желілердегі парақшаларымда жариялаймын деп отырмын. Қазір концепциясын жазып қойдым. Бағдарламада не болады? Бағдарламасында негізі ретрит 3 күн өтеді. Бірінші күні әйелдің осы бүкіл дәл қазіргі состояниесі,
бүкіл қиындықтары, бүкіл ауырлықтары, бүкіл қорқыныштары деген секілді. Екінші күні біз сол состояние анадан мынаған шығарамыз, күйге шығарамыз. Үшінші күні уже адам өзіне полный трансформация алып кетеді, нәтижемен кетеді. Біз қорқамыз ғой. Адамдар қорқады. Қорқан жерге бармайды. Білесіз ба, бір құпияны айтайын. Қай жерден қорқасын, сол жерге бару керек. Сенің өсу нүктең, сенің бүкіл мүмкіндігің сол жерде тұр. Тамаша. Сіз де сол қорқыныштарыңыз болып, оны жеңдіңіз бе? Мен қорықпаймын. Сіз қорықпайсыз. Бұрын қорқатынмын. Білмеймін, қалай мен қорықпай кеткенімді түсінбеймін. Қорыққан жеріме барам. Қорыққан жерге барасыз. Жаңа өзіңіз айтып отырған кілт сіздің қолыңызда бар ма қазір? Бар. Оны неге сұрап отырмын? Өйткені біздің хабар жаңа сана, оның сана трансформациясы деген арнайы бір рубрикасы бар. Соған бір кезек келіп тұрған секілді. Осыдан бір 20 жыл бұрынғы Гүлназ бен қазіргі Гүлназдың арасында қандай өзгерістер орын алды, соны білсек. Мен қазір бір сөздерді айтсам, сол қарсысты сіздің көзқарасыңыз керек. 20 жыл бұрынғы Гүлназдың көзқарасы қалай болды? Дәл қазір қалай қарайды оған? Былай айтайыншы, жалпы менің күйеуге шыққаныма биыл 22 жыл. 22 жыл. 22 жыл. Ал трансформацияңыз қай кезден басталды? Енді сол 22 жыл деген, мен, значит, 24 жасымда күйеуге шықтым. 24-ке дейін, күйеуге шыққанға дейін менің өмірімде, жалпы трансформация деген өмір бойы болады, ше? Болады. Бірақ қалыпты трансформация, адамның толық өзгеріске өтетін уақыты, өзін қалыптастыру уақыты, өзіңмен жұмыс жасаған күннен бастап 3 жыл уақытты құрайды. Күйеуге шыққанға дейінгі 24 жыл, енді балалық шағымның барлығын бүйтіп айтып келсем, сол жылда, қазір мен 46-да тұрсам, осы 46 жыл бойы мен өзіммен жұмыс жасаған әйел екенмін. Артыма бір бүйтіп көз жүгіртем, шегінбеймін мен артқа. Артыма қарамаймын. Просто көз жүгіртем. Көз жүгіртіп отырсам, адасқан кезім болды. От асқан кезде, от басқан кезде болды. Сол көз жүгірткен кезде өкінесіз ба? Қуанасыз ба? Қандай күй кешесіз? Вообще өкінбеймін. Өйткені мен мақтанасыз. Мақтанам. Өмірімде түрлі сынақтар болды. Осыдан 20 жыл бұрынғы Гүлназ, егер артыңа көз жүгірткенде өкінесің ба, қуанасың ба десе, өкінетін едім. Жылайтын едім еңіреп тұрып. Өйткенде менің санам басқаша болған. Менің өмірім бытшыт. Құдайым мені жарытпаған. Құдайым мені осындай отбасыға тап қылған деген секілді әңгімені айтатын едім. Жақсы, онда сол кезек берейікші. Сол отбасы деп қалдыңыз ғой. 20 жыл бұрынғы Гүлназ отбасы жайлы не ойлады, қазір не ойлайды? Ол түсінікті, қалай түсіндіңіз? Мен өзім арпалыс өскен қызбын да. Өзім, мана бір сөзімде айттым ғой. Мен кітапты көп оқыдым. Ауылдағы кітапханадан тауысқан. Сол кітаппен өмір сүрдім. Мен өз өмірімді кітаппен қатты салыстыратынмын. Байланыстырасыз? Қатты байланыстырам, қатты салыстырам. Менің өмірлік сценариімді құрастыруға кітаптың да үлесі өте зор болды. Ата-анамның тарапынан келген бұйрықтарды былай қойғанда. Мен анам мен әкемнің арасындағы түсініспеушіліктер, екеуінің арасындағы ұрыс керістердің барлығын көріп өскенде, бір бұрышта жылап отырған кездерім де болған. Бірақ сол кезде, қазір өткеніме көз жүгіртіп, мен өзіме мақтанам дедім ғой. Неге? Сол кезде мен өзіме мынандай шарт қойғанмын. Мен өскенде әке шешемнің қателігін қайталамаймын. Бұл осы сөз менің өміріме темірқасық болғанда, сол үшін мақтанам. Бірақ сол айтқан сөзімді, өзіме берген сол уәдеміне жету үшін, менің өмірімде сынулар болды, құлаулар болды, сынақтар болды. Бірақ мен қазір мынандай принциптегі адаммын. Мен құлағанымды, мен сыналғанымды, мен сынғанымды санамаймын. Қанша рет екенін, қанша рет орнымнан тұра алғанымды санаймын. Күйеуге шығардың алдында менің жігітім, мен күйеуім былай деп айтқан: маған күйеуге шықсаң, көзіңнен бір тамшы жас тамбайтын болады. Маған осы нәрсе керек болды.
жылағыңыз келмеді? Жылағым келген жоқ. Мхм. Себебі менің әкем арақ ішті. Мхм. Менің ағам арақ ішті. Осы сөзді мен күйеуіміз екеуміз, ол кезде қыз бен жігітпіз, бір таксиге отырсақ, таксидің алдында менің ағам отыр екен. Ішіп алған. Мхм. Бұрын ағамның көшеде арақ ішіп жүрген көргенде қатты намысыма тиетін. Арланатынмын. Ренжитінмін. Оған ұрсатынмын, жылайтынмын. Мхм. Ағамды көрген кезде мен намысыма тиді. Жігітім тем более. Жылап жібердім. Неге жыладың, ол кім деп сұрады. На таксиден түсіп қалайықшы дедім. Айтты менің ағам деп. Сол кезде күйеуім маған солай деп айтқан. Мхм. Мен сол сөзге сындым. Сөзінде тұрды ма? Белгілі бір уақыт тұрған жоқ. Мхм. Дәл әке шешемнің сценарийі қайталанды біздің отбасымызда. Мхм. Бірақ мен өзіме берген уәде бар ғой. Әке шешемнің қателігін қайталамаймын. Мен өзімнің ішкі күйіммен, мен біраз уақыт жаңа айтып жатырмын ғой. Көп уақытымды күйеуімді өзгертемін деп жоғалттым. Мхм. Мен оған ренжідім, мен жертва болдым. Мен өзіме оған маған қатысты тиісті емес нәрселерді жасауға рұқсат бердім да. Оған күйеуім кінәлі емес, мен кінәлімін. Мен ғой рұқсат беріп тұрған. Мхм. Сол кезде мен бір нәрсені түсіндім. Шынымен де әйелдер сол жаңағы өзінің қалағанының орындалмағаны үшін өзіне ашуланады, өзіне ренжиді, бірақ мен күйеуіме ренжіп жүрмін деп ойлайды. Мхм. Күйеу кінәлі емес, сен кінәлісің. Өйткені сен ол өзгеру үшін сен өзгеру керексің ғой. Мхм. Сенің күйің өзгеру керек. Әйелдің күйі өзгеру керек. Әйелдің күйі өзгерсе, әлемді құтқарады. Сол себептен Сіз сол жолдасыз қазір. иә. Мен өзгеріп кеткенмін. Мен мүлдем өзгеріп кеткенмін. Бір кездерде подросток, бойжеткен Гүлназды ана болған шақта жоғалтып алдым. Мхм. Мемлекеттік қызметте болған кезде жоғалтып алдым. Өйткені өзіме сатқындық жасадым. Өзімнің негізгі миссиямнан, өзімнің қалауларымнан бас тарттым. Соны қайтадан тауып алдым. Мхм. Мен өзімді тапқан Ең бастысы Гүлназбын. осы. Иә. Ең бастысы осы. Мен өзімді тапқан Гүлназбын. Мхм. Білесіз ба, мен 18-20 жыл мемлекеттік қызметте болғанда 6 әкіммен жұмыс жасадым. Сол әкімдердің халықтың алдына шығып сөйлейтін сөздерінің авторы болғам. Мхм. Бүкіл баяндамаларын мен жазатынмын. Мхм. Сол кезде ол менің өзімнің триггерім екен ғой. Мхм. 30 секундтық сторис сала алмадым парақшама. 2023-те екен. Сол кезде қызым маған мынандай нәрсе айтты. Мама деді, әкімдердің сағаттап сөйлейтін жазып жүргенде 30 секундтық сторис сала алмай не болды сізге деген кезде есімді жиып алдым. Мхм. Сөйтіп өзімді тапқан Гүлназбын. Тамаша. Жоғалтпауыңызға тілектеспіз. Және өзін жоғалтып жүрген талай қыз келіншектің жолын табуына көмектесеріңізге сенеміз. Шынтуайтында. Себепкер болғым келеді. Себепкер боласыз. Жаңа айттық қой, жаңа сана трансформациясы деп. Сіз білесіз сауалдар секілді қысқа сауалдар қойып өтейін. Соған шағын жауап берсеңіз, ойыңыздың шұқырлығын көрейік. Және бір мезетте екі уақытқа саяхат шексек деп отырмыз. 20 жыл бұрынғы Гүлназ денсаулық туралы қалай ойлады және қазір қалай ойлайды? 20 жыл бұрынғы Гүлназ аурушаң еді. Жылдың 4 мезгілінде грипп болатын. Күнде ангина. Көктем мен күзде міндетті түрде 10 күн больницада, дневной стационарда система алатын Гүлназ болатын. Ал қазір? Мүлдем дәрі ішпейтін Гүлназ. Ақшаға деген көзқарасыңыз өзгерді ма осы жылдар аралығында? 20 жыл бұрынғы Гүлназ ақшаның соңынан қуып жүретін. Мемлекеттік қызметте карьерный рост болған. Жай ғана ақылы қызметтен, ақылы қоғамдық жұмыстан бастап бөлім басшысы деген сатыға дейін өскенмін. Бірақ мақсатым карьерный рост емес. Мақсатым менің лауазымым өссе, ақшам көбейеді деген болған.
Ал қазір? Қазір жоқ, ақша маған қызмет етеді. Ал отбасы? 20 жыл бұрынғы Гүлназ отбасында жер тауып алатын. Айналасындағылардың бәрін кінәлайтын. Ал қазір? Жоқ, өзін таңдаған Гүлназ, өзінің границасы бар Гүлназ. Және бақытты отбасы бар Гүлназ. Сіз бақыттысыз қазір? Бақыттымын. Барлық Өте параметрлерден? Барлық параметрден бақыттымын. Барлық қалауларымды Құдай беріп қойған бақытты жанмын. Тамаша. Жаңа айттыңыз ғой, енді миссиям. Сол бақыт деген ұғымды толық түсінген кезде өзінің миссиясын таба бастайды деп ойлаймын мен. Ал оған дейін ол миссия сол бақытты іздеу ғой. Ал ол бақытқа жеткен кезде тағы да қоғамға қызмет ету. Сіз жаңа айтып отырсыз, әйел азаматтарға көмек көрсеткім келеді деп. Бұл сіздің саналы шешіміңіз ғой, иә? Саналы шешімім. Менің ниетім, жалпы біз әңгімеміздің барысында айтқан едік, кез келген нәрсенің екі жағы бар деп, аққа қарсы қара бар деген секілді. Менің миссиям әйелдердің күйін келтіру, әйелдердің санасын ашу, түйсігін ояту, отбасында бақытты, отбасын ұстайтын, тұрақтандыратын, отбасының құндылығын түсінетін, қасындағы еркегі еш нәрсеге кінәлі емес екендігін, отбасын ұясын бұзбайтын әйелді қалыптастыруға себепкер болу. Негізгі миссиям. Екінші жағы осы арқылы өзімнің табысымды табу. Өйткені Құдай маған ризығымды осы жолдан беріп тұр. Мен оны қабылдаймын. Өзіме рұқсат беремін. Әйелдер өзін табу үшін бүгіннен қалдырмай нені бастау керек? Сіздің маман ретіндегі кеңесіңізді алсақ. Өзінің жан дүниесіне сұрақ қою керек. Мен кіммін? Кім кінәлі? Менің осындай күйіме кім кінәлі? Не кінәлі? Не әсер етті деген сұрақтардың қою керек. Және оның жауабын? Ішінен шыққан жауапты өзгертпеу керек. Бірінші жауап Құдайдан. Тамаша. Гүлназ ханым, сізге үлкен алғыс. Шынымен де мен өзім ер азамат болсам да, әйел жағын көп түсіне бермейміз ғой. Бүгінгі хабарда маған әсер еткен сіздің әңгімелеріңіз баршылық болды. Бәлкім өмірімде пайдасы тиер. Сондықтан да осы эфирді көріп отырған тек қана әйел азаматтар көру деп ойламаймын. Өйткені әйел тақырыбы ер азаматқа тікелей байланысты ғой. Олар да көріп осы арқылы өмірлерін өзгертер, көзқарастарын түзер бәлкім. Сонау қиырдан Алматыға ат басын тіреп отырсыз. Қош келдіңіз, көп рахмет. Тал бесіктен жер бесікке дейін білімізден дейді ғой. Соның бір дәлелі сізсіз деп ойлаймын. Рахмет. Бүгінгі хабарда тағы да айтсам екен, осы тақырыпқа терең тоқталмай қалдық деген жайт болса, сөз кезегі өзіңізде. Не айтасыз қорытынды сөз? Кеше ғана Шымкентте 2 күндік трансформациялық сабақ өткізіп келдім. Аэропортқа ұшаққа кеткенге дейін Шымкенттің, Тараздың әйелдері қасымнан кете алмады. Әр сұрақтарына жаңағы жауап беріп, менің әрбір сөзім ем. Айтады ғой, біреу алақанмен емдейді, біреу жаңағы тағы бір құралдармен емдейді. Менің сөзім ем. Мен айтам ғой, мен қазынамын деймін. Менің ішімде толып тұрған, тұнып тұрған дүние өте көп. Ашылмаған, айтылмаған нәрселер өте көп та. Оны бір сағаттық, 2 сағаттық подкастқа сыйғызу әрине мүмкін емес шығар. Бәлкім тағы да осындай бір сәт туар. Әлі де айтылатын нәрсе өте көп. Менің айтатын дүниелерімнің барлығы бір отбасындағы әйелдің дәрежесін көтеріп еркекті түсіру емес. Екеуін бір-бірі арқылы көтеру, екеуін теңестіру, екеуінің бір-біріне деген махаббатын, құрметін арттыру. Еркекке не керек білесіз ба? Еркекке тек қана құрмет керек. Біз әйелдер сол құрметті жасап білсек екен. Әйелінен құрмет көрген еркек міндетті түрде әйелін бақытты ете алады. Бірақ әйел мені ол бақытты ету керек деген масылдықпен өмір сүрмеу керек та. Әр істен, әр әрекеттен өзіне сабақ алу керек, өзіне түсінік алу керек деп ойлаймын. Сол себептен де жалпы мен адамды
бір материалдық немесе қандай да бір білімі жағынан дәрежесіне бөлмеймін. Мен үшін адам болғаны үшін құнды. Кез келген адамның ол мүмкін пол жуушы болар, мүмкін ол депутат шығар. Кімнің қасында қалай бармын, сол дәрежеде сонымен тең өзімді ұстауға әрекеттенемін. Мен ешқашан адамдарды әлеуметтік статусына қарай бөле алмайды екенмін. Мен үшін адам болған үшін құнды. Және адамгершілік деген дүние бар да. Сенің өміріңдегі барлық материалдық құндылықтардың бәрі кетуі мүмкін бір күнде. Бірақ сәтте Дәуіттің 30 жылын бір күнде алған дейді ғой. Бірақ қандай жағдай болмасын, егер сенің адамгершілік деген өзіңнің бір құндылығың бар болатын болса, ол сені кез келген уақытта адам ретінде көрсете алады. Және жолынан адастырмайды. Және жолынан адастырмайды. Адамды адам ретінде құнды көру, менің ойымша, бұл адамгершіліктің ең жоғарғы көрсеткіші деп ойлаймын. Тамаша. Сұхбат өте жақсы түйінделді деп ойлаймын. Жалпы әйел тақырыбынан бастап ермен байланысын туралы айтып, және адамгершілік тақырыбымен аяқтап жатырмыз. Көп рахмет. Жаңа айттыңыз ғой, бір подкастпен шектелмейді деп. Біздің есігіміз 24/7 ашық. Алматыға келсеңіз, келіп бір шынаяқ шай ішіп кететін, әңгіме айтып кететін жеріңіз осы солардың тізіміне енеді жаңа студия деп ойлаймын. Көп рахмет тағы да. Рахмет, Арман. Өткен жолы бір көргем. Сосын жаңағы сұрақ қою, сөз саптауыңыз ұнағаннан кейін, бірақ одан кейін өтіп кеттім. Сосын қайтып, жаңадан бастап жатыр екен ғой. Менің бір подкастым мүмкін бір жағынан әріптестік қолдау болсын деп. Жалпы журналист дегенге мен бүйрегім бұрып тұрады. Одан кейін жаңа айтып жатырмын ғой, мен шынымен де қазынамын деп. Өйткені менің Құдаймен келісімім бар, Арман. Мен қандай сабақ өткізсем де, кіммен сөйлессем де, ешқашан шпаргалка қолданбайтын адаммын. Сағаттап 10 сағат сабақ өтуі мүмкін, бірақ бір қағазға қарамаймын, бір слайд жасамаймын. Өйткені Құдай мені сол потокта өзі ұстайды. Құдаймен солай келісіп қойғанмын да. Құдайым, жаратушым, мені өзің потогыңда ұста, мен сөйлемеймін, мен арқылы сен сөйле деп. Демек, бүгін сөйлеген мен емес. Көп рахмет. Рахмет. Өте сүбелі сұхбат болды деп ойлаймын. Дейді ғой, жылқы кісінескенше, кісі сөйлескенше деп. Маңызды сорпасы бар. Сүбелі сұхбат үшін рахмет.